Кеше базарға дорбалуға барсам, сатушының мазасы жоқ. Қабағы түйіліп тұр екен. Сөйтсем ұрылар телефонын ұрлап кеткен екен. Сатушы ұрыларды сөгіп, тісін қайрап тұрғанын байқадым да. Егер затыңызды ұрлап кетсе, демек, бір бәледен аман қалдым деп жорамалдай беріңіз. Қазақта бәле малыңа келеді, малыңа келмесе, басыңа келеді деген нақыл бар. Егер осы сөзге шын сеніп, илансаңыз, жаныңыз жай табады. Ал бұл қисса сонау Сүлеймен пайғамбардан бастау алады. Ертеде бір бай кісі Сүлеймен пайғамбарға келіп, маған жан-жануарлардың тілін үйретіңізші деп өтінеді. Сонда пайғамбар, саған ондай кереметтің қажеті жоқ, өзіңе зиян болады дейді. Бірақ бай кетпей, қиылып отырып алады. Байдың көңілін жыққысы келмеген пайғамбар жануарлардың тілін үйретеді. Ертесі бай таңертең тұрып, итіне бір кесек ет лақтырады. Етті мысық қақшып алып талға шығып кетеді. Ит әупілдеп үреді. Бай оларды түсініп тұрады. Сонда ит, еттен бөліс дейді. Мысық болса, сен бір күн шыда. Байдың семіз көк қошқары ертең арам өледі. Соның етіне қарық боласың дейді. Бай ертесіне көк қошқарды сатып жібереді. Азанда бай тағы да бір кесек ет лақтырады. Мысық оны да қақып түседі. Ит тағы да сұрайды. Сонда мысық, бір күн шыда. Бүгін түнде байдың сиыры арам өледі. Етке армансыз тоясың дейді. Бай сиырын сол заматта сатып жібереді. Ертесіне бай тағы да ет лақтырады. Мысық бұл жолы да итке бұйыртпайды. Ит ренжіп, кеше сиыр өледі деп едің. Қожайын оны сатып жіберді. Етімді бер деп жалынады. Сонда мысық, бүгін түнде байдың семіз биесі арам өледі. Бір ай ет жейміз дейді. Бай кешке жеткізбей, жылқыны да сатып үлгереді. Ол ішінен, бұл бір рахат болды. Апаттың алдын алдым. Жануарлардың тілін білген қандай жақсы деп ойлап масаттанады. Ертесіне итіне тағы бір кесек ет лақтырады. Оқиға айна қатесіз қайталанады. Бірақ мысық бұл жолы былай дейді. Бүгін түнде бай өледі. 7-сі бар, 40-ы бар, 100-і бар, жыл 12 ай тоқ жүреміз дейді. Мына сөзді естіген бай шошып кетеді. Жалма-жан Сүлейменге жүгіріп барып, болған жағдайды айтады. Патша екем, мына жалдан мені құтқар деп жалынады. Сонда Сүлеймен пайғамбар патшаға, саған келген бәлені қойын қақты. Оны сатып жібердің. Сосын сиырың ауысты. Оны да сатып құтылдың. 3-ші жолы ажал биеге ауысты. Оны да сатып құрттың. Енді бәле басыңа төнді. Алланың бұл ісінің алдында мен шарасызбын дейді. Бай сол түні дүние салады. Содан бері ел арасында бәле әуелі малыңа келеді. Малыңа келмесе, басыңа келеді деген тағылым қалған екен. Осы қиссаны айтып беріп ем, расында да ішіндегі жеп бара жатқан кегі мен өшпенділігі басылып, көңілі жайдарылып сала берді. Сосын ол, айтқаныңыз келсін, көп рахмет, қалайша ойыма келмеген, ондайда бар еді ғой деп, қиссаға таң болып қалды. Осы әңгімені оқып біткен соң, анамның бір сөзі есіме түсті. Бір затты жоғалтып немесе сындырып алсақ, қоя бер. Бәле жаланың бәрі сомен кетсін деуші еді. Сөйтсем, мағынасы тереңде жатыр екен ғой.